Достар, барлықтарыңызға сәлем. Жаттығуларымызды жалғастырамыз. Бүгінгі жаттығуымыз ол біздің нижний челюстьке арналған жаттығу болып саналады. Және де ол мына жердегі брыльдардың бәрін тартып, бетімізді тегістейді. Ол үшін аузымызды, ернімізді тістің астына жиямыз мүмкіндігінше. Бірақ байқаңыздар, былай бетіңіз күлкісі кеп тұрғандай тартылмасын. Ол қалыпты жағдай. Соны контролировать етіп отырсаңыздар дұрыс болады. Оны 3-ке дейін көтереміз басымызды, 3 қалыпқа дейін, және де бір қалыпта 20-ға дейін санап тұрамыз. Ал мен қазір бастайын. Сұрақтарыңыз болса, астына жазып кетіңіздер. Қолымызды мойнымыздың астына қоямыз. Ернімізді жинаймыз тегістеп. Мені бұлай күлкіңіз келмесін. Мүмкіндігінше ауыздың ішіне ерінді жинау керек, тырыстырып. Мына жерді ұстай алмайтындай жағдайда тартып тұру керек сіздер. Осы мойын еттерінің, бұлшық еттерінің тартылғанын сразу сезесіздер. Және де күнде жасайтын болсаңыздар, нәтижесін тезірек көретін боласыздар. Үлпілдеріңізді аямаңыздар, және де маған тіркеліңіздер. Күнде басынан бастап жаттығуларды қайталап жасап жүріңіздер. Бұл жаттығу түсінікті емес болса, астына жаза кетіңіздер. Жаңа мен бүйтіп 3 рет бір қалыпта ұстадым, одан кейін кішкене көтердім. Одан кейін қатты көтердім да 20-ға дейін санадым. Солай істеп отырсаңыздар болады. Жаттығу өте керемет. Бүкіл бетіңіз тартылады, және де мойныңыз қалыпқа келеді. Мына жердегі Венера сызықтары деп аталатын сызықтар пайда болмайды. Қош сау болыңыздар, бәріңізге рахмет.